Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз 390 БЖБ талдауымызды бастайтын боламыз. Қазақстан тарих пәніне арналған. Бүгінгі біздің БЖБ-мыз 20 ғасыр 20-30 жылдарындағы білім беру жүйесі мен ғылым және Қаныш Сәтбаев жан-жақты ғалым деген тақырып бойынша келіп отырғанын көріп отырмыз. Әдеттегідей оқу мақсаттарын көріп отырсыздар. Бүгін бізде екі тапсырма, өзі қиын емес, сонда да талдап өтейік. Біріншісі ақиқат жалған тасымасы бойынша міне көріп отырмыз, 5 мәлімет. Екіншісі Қазақстан өнеркәсібі мен ғылымды дамытуға Қаныш Сәтбаевтың рөліне дәлелдер келтіріңіз. Өнеркәсіпке 2, ғылымға 2 келтіріңіз дейді. Бар жоғы бірінші тасымаға 5 балл, екінші тасымаға 4 балл екендігін көріп отырмыз. Жалпы алғанда 9 балл балалар, ұмытпаймыз. Балалар, әдеттегідей сіздерге ескертетін жағдай, БЖБ-мызды талдауымызды көрмес бұрын арнамызға тіркеліп лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Қолдауды сіздерден күтеміз. Ендеше кеттік. Біріншісі, Ахмет Байтұрсынов қазақ тілінің ерекшелігін ескере отырып төте жазуды дайындайды. Яғни бізде бұл ақиқат болады, балалар, білеміз. Екіншісі, 1923 жылы РКПБ 12-ші съезінде Сталин орыс емес тұрғындардың қызмет көрсететін барлық мекемелерде ана тілді қолдануды қамтамасыз ететін арнайы заңдарды шығару туралы шешім қабылданды дейді. Ақиқат, балдыміне көріп отырмыз. Одан соң Қазақ АКСР орталық атқару комитетінің 1923 жылғы 22 қарашадағы қазақ тілінде іс жүргізуді енгізу туралы декрет алғаш рет заңды құжат қабылданды дейді. Бұл жалған екен, балалар, міне көріп отырмыз. 1938-39 жылдары РКФСР халықтарының тілдерін жаппай латын тіліне көшіру жүзеге асырылды. Жалған екен, міне көріп отырмыз. Ол кезінде латын тілі болған жоқ, біздер білеміз. Латын тілі сонау 25-27 жылдары болған болатын. 1925-27 жылдары. Ал 39-40 жылға дейін орыс кириллицасына дейін жаппай көшу жүргізілді. 1938 5 сәуірінде Қазақ КСР Халық комиссар кеңесі қазақ мектептерінде орыс тілін міндетті түрде оқып үйрену туралы қаулы қабылданды дейді. Бұл ақиқат дейді. Дұрыс, яғни міне көріп отырмыз. Екіншісі, өнеркәсіпке 2, ғылымға 2 деген болатын. Кеттік. Біріншісі, өнеркәсіпті дамытудағы қызметі. Біріншісі, Қаныш Сәтбаевтың 20 ғасырдың 20-30 жылдары өнеркәсіп саласының дамуына қосқан үлесі орасан зор. Оның бірі 1930 жылы әлемдегі ең ірі Ұлытау Жезқазған мыс кенін ашу еді. Екіншісі, сонымен қатар Байқоңыр көмірін зерттеу, Қарсақбай мыс зауыты құрылысын жүргізу, Шығыс Қазақстандағы геологиялық зерттеулердің ашылулар өнеркәсіптің дамуына әсер етті. Міне көріп отырмыз. Екіншісі, ғылымды дамытудағы қызметі. Біріншісі, алғаш рет қазақ жерінде салынған Қазақ КСР ғылым академиясының президенті лауазымын атқарды. Екінші, Шоқан Уәлиханов жазып алынған Едіге батыр жайындағы ер едіге эпосын қазақ тіліне аударды. Қаныш Сәтбаев тек геология саласында ғана емес, сонымен қатар мәдениет саласында да тарихта жетеліктей іс қалдырды. Міне балалар, осымен бүгінгі біздің БЖБ-мыз аяқталды. Егер сіздерге біздің шығарылымымыз ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.